Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай әрі дәмді жеңіл тағамның бірі рассольник дайындайтын боламыз. Видеоны толық көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Қазанға суды құйып, етті салып, қайнауға қойып қоямыз. Ет қайнап жатқан кезде подливын дайындап аламыз. Ол үшін жуаны, сәбізді қуыруға қоямыз табаға салып. Қуырылып жатқан кезде соленый огурцымызды, қиярымызды осылай майдалап турап аламыз. Бір ас қасық томат қосамыз. Егер де томат болмаса, қызанақ болса, қызанақ қоссаңыздар да жақсы негізінде. Одан кейін осы төрт-бұрыштап майдаланып туралған қиярымызды салып, табада тағы да қуырып алатын боламыз. Толық қуырылып біткен соң, соленый огурцымыздың суын осылай құятын боламыз. Перловка ұзақ пісетін болғандықтан міндетті түрде ыстық қайнап тұрған суды құйып, бұқтыруға кемінде жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді біздің подливымыз міне дайын болды. Қайнап тұрған сорпамызға подливымызды қосатын боламыз. Және қайнауға тағы да қойып қоямыз. Татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштерді қосуға болады. Енді ол өз қалауыңызша, мен дәмдеуіш қостым. Тағамның ерекше дәмін береді. Енді 1 сағат бұқтырылған перловкамызды көжемізге салатын боламыз. Перловканы толығымен салып болған соң, міндетті түрде сорпамызды кемінде 45 минуттай қайнатып пісіретін боламыз. Міне, осымен менің рассольник тағамым дайын болды. Дәмі деген енді өте керемет. Иісінің өзі тура мұрынды жарады. Өте керемет дәмді тағамның бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің каналым сіздерге ұнайтын болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытып кетпеңіздер. Осымен рассольник тағамы дайын. Ас болсын. Менімен бірге жасап көріңіздер.